Баян Алагөзованың соңғы туындысында теріс кейіпкерді сомдаған Элизат жағымсыз рөлі үшін продюсеріне өкпелі ме? Әншінің басты кейіпкер рөлін қалағаны рас па? Толығырақ келесі сюжетте. Басты рөлді сомдау кез келген әртістің арманы. Тіпті сол үшін жаға жыртыспаса да, іштей бәсекелес болып жүретіндер жоқ емес. Десе де киноленталарда жағымсыз кейіпкерді сомдап, кейіннен абыройынан айырылып жатқан әртістер де жоқ емес. Я здесь главная звезда. И это мой мюзикл. Так что не путайся у меня под ногами. Бұл жақында көрермен назарына ұсынылған Баян Алагөзованың туындысы. Байқағаныңыздай, фильмде Элизат қара ниетті кейіпкерді ойнайды. Кинокартинада көрерменнің ашуына тиген ол өмірде ондай емеспін деп ақталды. Өмірде мен керісінше, мен әрқашан көңілді жүремін, әрқашан қалжыңбаспын, мен күліп жүремін, қуанып жүремін жүрген жерімде. Сондықтан мүлдем ондай емес. Енді берілген роль сондай болғаннан кейін сомдап шығу керек болды, оны қалай да болса да. Сондықтан өте оңай болды. Продюсері Баян Мақсатқызы бұл рөлді кешеулік әншіге өзі ұсынған екен. Бикеште таңдау болмаған көрінеді. Бұған қарамастан Элизат продюсеріме өкпем жоқ дейді. Ренжімеймін, керісінше бәрін осындай кішкентай рөлдардан бастау керек деп ойлаймын. Басты рөлдердің бірін сомдау ол әр әртістің, әр әншінің, әр актрисаның жаңағы арманы шығар. Менде де ондай арман бар. Кім біледі, келесі фильмде мүмкін басты рөлді сомдайтын шығармын. Біз Баянның қыздары, таппайсың кешуден әрі. Сахнаға сыйлаған сәнді шоу-бизге келіп жарық келеді әлде де жарық. Тоқтату мүмкін емес, жігітіңді байлап ұстадым, бұл саған менен кеңес. Гүлайнақ Сұңқар, Айболат Жекебай, хедлайнер.